Бүгін біздер қазір хит болып жатырған осындай гүлсамса жасайтын боламыз. Ол үшін бізге ұн қажет болады. Соған суымызды және де сұйық майды қосып, тұзымызды салып, жақсылап қамыр басатын боламыз. Осындай кішкентай қамыр шығады, бұдан 10 самса шығады. Бұны енді жарты сағатқа салафан ішіне салып нықтырып қоямыз. Және де кез келген етке дәмдеуішті, тұзды, бұрышты саламыз. Қуырылған пиязды және аздап сорпа құятын боламыз. Жақсылап араластырамыз. Мына енді біздің тестамыз дайын болды. Бұны біздер өлшеп алып жатырмыз. 337 грамм теста шықты. Енді осыны 10 бөлшекке бөлетін боламыз. Мен 11 бөлшекке бөлдім. Барлығы бірдей болса өте әдемі көрінеді. Сондықтан өлшеп алдым 30 граммнан 27-28 граммнан. Енді осылай жұқалап илейміз және шетін осылай кесеміз. Етті саламыз. Осылай ораймыз. Және астын бітеп тастаймыз. Өте дәмді болып шығады, әдемі болып шығады. Міндетті түрде істеп көріңіздер. Осыны қызып тұрған пешке 180-200 градусқа жарты сағат қойып аламыз. Міндетті түрде істеп көріңіздер. Рецепт ұнаса лайк басуды ұмытпаңыз. Және біздің арнамызда осындай тегін мастер-класс бар. Бұны үйреніпсіздер, табыстапсаңыздар да болады. Бұны көру үшін арнаға кіріп, подписаться кнопкасын басасыздар, және де сіздерге барлық мастер-класс тегін ашылады.